Шұғыл жаңалық, Хамас саяси бюросының басшысы Исмаил Хания Тегеранда өлтірілді. Бұл оқиға не білдіретініне тоқталайық. Бұл туралы Иранда басылымдар бірінші хабарлады. Хамас бұл оқиғаны растады. Оқиға Иран астанасында болған. Тегеранға Хания жаңа президенттің ұлықтау рәсіміне қатысуға барған. Ал бүгін ол түнеген резиденцияға зымыран соққысы жасалғаны хабарланды. Ол одан қаза тапқан. Кеше ғана Хамас басшысы Иран лидері Әли Хаменеймен кездескен еді, ал Израиль тарабы дәл қазірге дейін ешқандай мәлімдеме жасамаған. Енді бұл оқиға не білдіретініне тоқталайық. Бұл кем дегенде Израильдің өз дұшпанын табу жолында мүмкіндігі шектеусіз екенін көрсетіп отыр. Және тағы бір жағдай бар. Енді Хамас ұйымы жабылып тына ма, немесе таяу шығыста қақтығыс тоқтай ма деген сұрақ. Хамасты 7 жыл бойы басқарып келген Хания да, оның қол астындағылар да Иранда бұған дейін қауіпсіз екенін сезініп келген. Енді олай емес. Бірақ қайтсе де Хания орны оңай алмасатын фигура. Өйткені Хамас Иранның қолдауын алып келген көп қозғалыстың бірі ғана. Сондықтан таяу шығыста енді эскалация немесе қақтығыс әлсірейді немесе тоқтайды деуге негіз әзірше жоқ. Дәл қазір айтпақшы, Иранда ұлттық қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтіп жатыр. Барлық ақпаратты толығырақ әшкере Телеграм арнасынан табасыз, сілтеме профилде.